істі аяқтаушы болыңыз. Иса оларға астарлап былай деді: өзімді жібергеннің еркін іске асырып, оның тапсырмасын толық орындау маған нәр болады. Жохан жазған ізгі хабар 4-ші тарау 34-ші аят. Иса тапсырылған істі толықтай орындаушы болған, және ол сізді де сондай адам болғаныңызды қалайды. Еврейлерге арналған хат 12-ші тарау 2-ші аят. Оның ең зор қалауы берген тапсырманы толық орындап аяқтау болған. Оның ойы да, сөзі де осы тапсырма туралы болған. Ол бүкіл ғұмырын соған арнады да. Иса тіпті былай деген: артына қарай берген соқашыдай жалтақ адам, Құдай патшалығы үшін тиімсіз. Абайлаңыз. Сіздің өміріңізде бір маңызды нәрсе туындайын дегенде, шайтан сізге үнемі шабуыл жасайды. Осындай нәрселер рухани қызмет, аян, не тіпті Құдай болашақта қолданатын бола алмауы мүмкін. Құдай сіздің қиын мінезіңізді, балаңызды болашақта ерекше істі орындау үшін қолдануы мүмкін. Сондықтан шайтан осындай балаларға басқа балалардан гөрі көбірек шабуыл жасайды. Дұшпан олардың маңызды тапсырмасы жайында хабардар болғандықтан оларға қастандық істегісі келеді. Шайтан менің болашағым қандай болмақ екенін түсінгеннен кейін мені талай рет құлатуға тырысты. Жақында бүгінге арналған сөз атты кітабымның испан тіліндегі аудармасы жарық көрді. Сол кезде тағы да дұшпанның стратегиясы есіме түсті. Ол кітаптың тууына жол бермеу үшін авторды құртуға тырысты. Бүгінгі рухани соғыс сіздің болашағыңыз үшін болып жатыр. Өмірдегі күрестің не үшін болып жатқанын анықтағанда, жеңіске қарай үлкен қадам жасайтын боласыз. Кейде сіз әбден түңіліп, бәрінен басталуға тырысуға азғырылсаңыз, тыңдаңыз. Сол күннен бастап шәкірттерінің көбі Исадан бас тартып, бұдан бұлай оған ермейтін болды. Жохан жазған ізгі хабар 6-ші тарау 66-ші аят. Егер сіз кейбір күрестерден жеңіліп қалғанда шығарсыз, бірақ есіңізде болсын, үлкен соғыс әлі біткен жоқ. Егер жарақаттанып қалған болсаңыз, Құдай сізге рақымын жаудырып, сізді сауықтырып, қайта аяғыңызға тұрғызады. Сонда сіз жеңіске ие боласыз. Ал егер бәрінен бас тартсаңыз, Құдай сіз үшін ештеңе істей алмайды. Тұрыңыз, соғысыңыз, сонда Құдай сізге көмек береді. Ол сізге күш беріп, сізді жеңіске жетелейді. Істі толықтай орындаушы болыңыз.